Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін, білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, арма қазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарына біле отырғыңыз келсе, видеоролик астында подписаться және де лайк түймелерін басыңыз. Назарбаев зияткерлік мектебіндегі балалар бірін-бірі таптай жаздаған. Оған телефон ұстауға салынған тыйым себеп болған. Мектепке келген соң смартфоны тапсыратын 7-12 сынып оқушылары кетерде оны қайтадан алмақ болған. Олардың сабағы бір уақытта аяқталған соң бәрі бір жерге жиналып кептеліп қалған. Тіпті тап осылай бір сағаттай күтуге мәжбүр болған. Ата-аналар бұл жағдай балалардың жарақат алуына әкелуі мүмкін деп алаңдап отыр. Ал Назарбаев зияткерлік мектебі басшылық тарапынан мұндай жағдайлардың алдын алу үшін қажетті шаралар қабылданғандығын жеткізуде. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатты болыңыздар.